Баршаңызға сәлем. Бүгін өте жылдам дайын болатын лаваштың рецептімен бөлісемін. Ол үшін ұнға тұз, сұйық майымызды құйып, үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, қасықпен, одан соң қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды осындай бөліктерге бөліп, табамыздың формасына қарай жайып алып, қызып тұрған табада орташа отта әр бетін 1-1 минуттан пісіріп аламыз. Бұл лаваш өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Дайын болған лавашымыздың әрбір бетін сулап, осылай щеткамен жақсаңыздар болады, болмаса бүркісеңіздер болады. Содан соң фольга орап немесе сүлгімен орап қойсаңыздар болады. 10 минут тұрса, өте жұмсақ болып шығады. Бұған донер жасап, немесе пицца жасауға, немесе ішіне начинка салуларыңызға болады. Өте дәмді, жасап көріңіздер. Рахмет.